Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Физика пәні бүгінгі дәріс электростатика және Кулон заңы. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтар: электростатика, электр зарядының сақталу заңы, Кулон заңы, өріс потенциалы және электр өрісінің кернеулігі. Электростатика дегеніміз қозғалмайтын электр зарядтарының өзара әсерінен және тұрақты электр өрісінің қасиетін зерттейтін физиканың негізгі бөлімдерінің бірі болып табылады. Электр заряды дегеніміз дененің немесе бөлшектердің электромагниттік әсерге қабілетін сипаттайтын дененің ішкі қасиетін айтамыз. Электр заряды кулонмен өлшенеді. Өлшем бірлігі формуласы Q тең N көбейтілген E. E бұл жерде элементар заряд, электронның заряды. Яғни 1,6 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі кулон. Тәжірибе жүзінде тағайындалған электр зарядының мынандай негізгі қасиеттері бар. Зарядтың жалпы екі түрі бар: оң және теріс. Суретте көрсетілгендей, оң және теріс элементар бөлшектердің зарядтарына пара-пар. Яғни электронның заряды теріс, протонның заряды оң. Сонымен қатар электр зарядының инварианттылығы. Оның шамасы, яғни санақ жүйесіне байланысты емес, яғни ол қозғалады ма, әлде тыныштық күйде болады ма. Үшінші қасиеті электр заряды дискретті. Яғни кез келген дененің заряды элементар зарядқа бүтін еселі бола алады. Берілген жағдайда тұйық жүйе деп сыртқы денелермен заряд алмаспайтын жүйені айтамыз. Электростатикада нүктелік заряд деген ұғым бар. Нүктелік заряд дегеніміз алдыңғы дәрістерде айтылғандай электростатика бөлімінде алынған физикалық модель болып табылады. Яғни бұл берілген жағдайда өлшемі мен формасы елеусіз зарядталған денені айтамыз. Яғни сондай қасиетке ие заряд айтамыз. Бұлайша аты айтып тұрғандай, нүктелік заряд қақ қойған, қозғалмайтын қалыпта қарастырылатын заряд ұғымына пара-пар. Электр зарядының сақталу заңы. Зерттеу жұмыстардың нәтижесінде фундаменталды табиғат заңы ашылды. 1843 жылы ағылшын физигі Фарадей тәжірибе жүзінде электр зарядының сақталу заңын тұжырымдады. Яғни, кез келген тұйық жүйеде барлық бөлшектер зарядтарының алгебралық қосындысы өзгеріссіз қалады. Тағы да қайталап өтейін, электр зарядының өлшем бірлігі кулон болып табылады. Формуласы Q тең Q1 қосылған Q2 N зарядқа дейін барлығының қосындысы константа, яғни тұрақты болып табылады. Сонымен қатар электр зарядының екі түрі бар дедік. Бейнеде электр зарядының оң мен теріс бір-біріне тартылады. Теріс пен теріс немесе оң мен оң бір-біріне тебірілетін анимациясы көрсетілген. Кулон заңы. Нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу заңы Кулон заңы деп аталады. Вакуумда тыныштықта тұрған нүктелік екі зарядтың өзара әсерлесу күші және зарядтарға пропорционал, және олардың арақашықтығының квадратына кері пропорционал. Формуласына келетін болсақ, F тең 1 бөлінген 4π эпсилон нолевой көбейтілген Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат. Бұл жердегі 1 бөлінген 4π эпсилон нолевой бұл бізде К-ға тең. К бізде коэффициент. Коэффициенттің мәні 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі ньютон көбейтілген метр бөлінген кулонға тең. Эпсилон нолевойға келетін болсақ, бұл бізде электрлік тұрақты. 8,85 көбейтілген 10-ның -12 дәрежесі кулон квадрат бөлінген ньютон көбейтілген метр квадратқа тең. Сонымен қатар бұл жерде айтылып өтетін тағы эпсилон деген шама бар. Ол ортаның диэлектрлік өтімділігі болып табылады, яғни өлшемсіз шама болады. Ол берілген ортадағы зарядтардың өзара әсерлесу күші вакуумдағы әсерлесу күшінен қанша есе аз екендігін көрсететін шама. Формуласы эпсилон тең F нолевой бөлінген F. Келесі бізде ұғым электростатикалық өріс ұғымы. Электростатикалық өріс дегеніміз қозғалмайтын электр зарядының жасайтын өрісі. Электростатикалық өріс екі шамамен сипатталады. Бірі потенциал, екіншісі кернеулік. Берілген нүктедегі электростатикалық өрістің кернеулігі деп, яғни сол өрістің күштік сипаттамасын беретін негізгі физикалық шама болып табылады. Және оның бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен анықталынатын физикалық шама болып табылады. Формуласы E тең F бөлінген Q нолевой. Q нолевой дегеніміз бұл жерде нүктелік зарядты алып отырмыз. Өлшем бірлігі вольт бөлінген метр. Электр өріс потенциалы. Жаңа айтып өткенімізде электростатикалық өрісті екі түрлі сипатта қарастырамыз. Бірі күштік сипаттамасын беретін кернеулік болса, екіншісі потенциал энергетикалық сипаттамасын беретін физикалық шама болып табылады.
Яғни электростатикалық өрістің кез келген нүктесіндегі потенциал скаляр физикалық шама болып табылады. Ол осы нүктеге орналасқан барлық оң зарядтың потенциалдық энергиясымен анықталынады. Потенциалдың өлшем бірлігі вольт. Формуласы фи тең у бөлінген q нолевой немесе фи тең а бөлінген q нолевой. А дегеніміз бұл жерде жұмыс, у дегеніміз кернеу болып табылады. Сонымен қатар формуласын былай өрнектесек болады. Фи тең 1 бөлінген 4π эпсилон нолевой көбейтілген q көбейтілген r, яғни кулон заңы арқылы өрнектелген. Сонымен қатар электростатикалық өріс потенциалдық болып табылады. Бұл жерде жаңа айтып өткеніміздей а жұмысты ескеріп өтуіміз керек. Электростатикалық өріс күшінің жұмысы мына формуламен анықталынады. Бұл дегеніміз а тең 1 бөлінген 4π эпсилон нолевой, яғни к деп алсақ та болады. К көбейтілген q1 q нолевой бөлінген r квадрат. Немесе кернеудің айырмасының формуласы арқылы өрнектейміз. Яғни электростатикалық өріс барысында күштің жұмысы потенциалдардың айырымымен немесе кернеудің айырымымен сипатталынады. Сонымен қатар кернеу мен кернеуліктің арасындағы байланыс формуласының есебі көрсетілген. Бүгінгі дәріс аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.